Қайырлы күн. Қуат көзін үнемдей білеміз бөлімінің жел, күн, су тақырыбындағы сабағымызды қарастырайық. Оқу мақсатымыз орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырып мен негізгі ойды анықтау. Енді тақырып негізгі ойдың не екенін қарап алайық. Тақырып мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні, негізгі ой, автордың айтайын деген басты пікірі. Сабақтың бағалау критерийі, мәтінді түсінеді, тақырып мен негізгі ойды анықтайды. Мәтінге көшпес бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Болжау, топшылау, шамалау. Артықшылығы, басымдылығы, зор, үлкен, ластану, кірлеу, шикізат әрі өңделуге тиіс еңбек заттар екен. Тасымалдау, көшіру, орнын ауыстыру деген сөз. Әсер, ықпал ету. Енді мәтінге көшейік. Егер де мәтінде тағы да түсінбейтін сөздер болса, оны дәптеріңізге жазып алып, сөздік KZ сайтынан қарап, мағынасымен танысуға болады. Жел энергиясының басқа энергия көздерінен экологиялық және экономикалық артықшылығы көп. Жел энергиясы әрі арзан, әрі тиімді қуат көзі. Желдің жалпы қуаты 5000 мегаваттан астам деп болжануда. Бұл өте зор энергия көзі, әрі көмір мен мұнайды, газды үнемдеуге, әсіресе қоршаған ортаны ластанудан сақтап қалуға мүмкіндік береді. Жел энергиясының артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Бірде-бір ғылым саласы, өндіріс, мамандық тек жағымды немесе тек қана жағымсыз факторлардан тұрмайды. Әдетте әр заттың жақсы жаман тұстары болады. Шикізатты сатып алу, тасымалдаудың, қалдықтарды шығарудың қажеті жоқ. Ластаушы қалдықтар болмайды. Табиғи ресурстар үнемделеді. Отын, электр қуатының шығындары қысқарады. Табиғаттың оттек қорын сақтайды. Кемшіліктері жел қондырғыларының жұмысы эфир кедергілерін тудырады. Пайда болатын шу адамның және жануар әлемінің денсаулығына кері әсерін тигізеді. Жұмыстың тұрақсыздығы, энергияның берілуі бір қалыпты емес. Кей елдер жел энергетикасын ерекше белсенділікпен дамытуда. Атап айтқанда, Дания жел генераторларының көмегімен барлық электр қуатының 40% өндіреді. Португалия 23, Испания 16, Ирландия 14, Германия 8, ал Қазақстан 0,5% ғана өндіреді екен. Енді мәтіннен кейінгі сұрақтарға жауап берейік. Мәтін қай үлгіде жазылған? Мәтінге қандай тақырып қоюға болады? Мәтіннің негізгі ойы қандай? Егер де жауап болсаңыз, дұрыс жауаптармен салыстырайық. Мақала, энергия көзі, жел энергиясының мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану. Екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырманы орындау үшін мәтінді тағы да бір рет қарап шығыңыз. Енді берілген ақпараттардың бұрыстығын тексеріңіз. Жел энергиясының басқа энергия көздерінен ерекшеліктері бар. Энергия көзі табиғатты ластанудан сақтап қалуға әсер етпейді. Әрбір заттың жақсы жаман тұстары болмайды. Отын электр қуатының шығындары азаяды. Табиғаттың оттек қорын сақтауға мүмкіндік береді. Жұмыстың тұрақсыздығы, энергияның берілуі бір қалыпты. Ирландия жел генераторларының көмегімен барлық электр қуатының 14% өндіреді. Енді жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен салыстырып көріңіз.
Бірінші ақпарат дұрыс екен. Екінші, үшінші ақпарат бұрыс. Төртінші, бесінші ақпарат мәтінге сәйкес. Алтыншы ақпарат бұрыс. Ал Ирландияның жел генераторларының көмегімен барлық электр қуатының 14%-ын өндіреді деген ақпарат дұрыс екен. Орындап болсақ, енді үшінші тапсырмаға көшейік. Мәтін тақырыбы мен негізгі ойына қатысты екі жуан, екі жіңішке сұрақ құрастырыңыз. Жуан сұрақтар ол адамның ойланып, мәтінге сүйене өз ойын білдіретін сұрақтар болу керек. Ал жіңішке сұрақтар ол мәтін бойынша қойылатын жеңіл сұрақтар. Ықтимал жауаптар мен жауаптарыңызды салыстырып көріңіз. Жел энергиясының артықшылығы мен кемшіліктері бар. Сенің ойыңша қай жағы басымдырақ? Неліктен? Қазақстан ғалымдары жел энергиясын қашан толық пайдалана бастайды деп ойлайсың? Жел энергиясы табиғаттағы оттек қорын не істейді? Қай мемлекет жел энергиясын көп қолданады екен? Төртінші тапсырма. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау қажет екен. Енді жауаптарыңызды ықтимал жауаптармен салыстырайық. Жел энергиясының мүмкіндіктері, мәтіннің тақырыбы, негізгі ойы, жел энергиясының мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану. Сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Сәттілік тілеймін. Ары қарай жұмысты дидактикалық материалдармен жалғастырыңыз. Дидактикалық материалдағы жауаптарыңызды, ықтимал жауаптарыңызды, дұрыс жауаптарыңызды әдістемелік нұсқаулықта берілген жауаптармен салыстырып тексеруіңізге болады. Рахмет.